Армысыздар, құрметті кітапханамыздың оқырмандары, тікелей эфиріміздің қонақтары. Бүгін бізде қонақта Бота орталығының мүшесі Нұрғазы Рыстай, жеке кәсіпкер. Нұрғазы Рыстаймен біздің тікелей эфиріміз өтеді. Жалпы Бота орталығын білесіздер, білімпаздар, ойшылдар, тапқырлар, алғырлар. Нұрғазы, сәлем. Сәлем, қалың қалай? Нұрғазы. Сәлем, қалың қалай, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Жақсы, көңіл күйің қалай? Керемет, өзіңде бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір. Нұрғазы, енді өзіміз білеміз, біздің осы Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасының Бота орталығының мүшесісің. Әңгімені өзің жайлы бастасақ, қай жақтан боласың, көрермендерімізге айтып берсең? Өзім оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Ордабасы ауданы, Ұялжар деген ауылдан болам. Сол жақта оқып, сол жақтан түлеп шығамыз. Жалпы осы Бота орталығына қалай келдің? Сол жайында айтып берсең. Одан кейін білім қуып Қарағандыға, мынау енді тапсырғаннан кейін грант болса болды деп Қарағандыға түстік. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіне, металлургия мамандығына. Сонда түскеннен кейін жалпы көптеген орталарға барып, политехта өзім білетін сөз патшасы әдеби клубын құрдық. Сол жақта Мекенбай деген ағамыз болды, сонымен бірге құрып. Сол жақта әдеби орталарға барып жүрдік, өзіміз сәл өнерге жақын, өлеңге жақын болғаннан кейін, орталарға барып жүргеннен кейін. Бір күні жаңа Мекенбай деген ағамыз бір КВН ойнап берейік деді, бір 8 наурыз әйелдер мерекесіне. Осы бір кітапхана бар екен, сол жерге барып бір ойнап берейік деді. Сценарий құрдық, аяқ асты сол жерде құрдық өзіміз. Сөйтіп барып, ойнап, сол жерде жүрген кезде Гүлсімбек Темірұлына көрді. Бізде осындай орта бар, осылай бізге қосыл. Сөйтіп бір өлең бар еді, сол как раз оны білген жоқпын, ондай орта бар екен, жай әшейін қойып кетеміз деп ойлақты. Қай жылдар еді ол? 2012-де. 2012-де. Бірінші курс еді қой өзіміз енді. КВН ойнап болғаннан кейін тағы бір өлең оқып, сосын Гүлсімбек Темірұлына өз нөмірін жазып алып, кел, осылай четверг күндер жиындар болады деп, 2 күн жиын болады деп. Содан бастап Ботаға баратын болдық. Шүкір, қазір сол жақтан көптеген достар таптық. Өлең жазып жүргенбіз, өлеңдеріміздің сындарды қабылдай білдік. Сол жерде енді жаңағы Аян, Мираш, Абай деген бауырларымыз болды. Қазіргі эстрада жұлдыз болып жүрген Қуандық Рақымдар сол жерде болған, как раз біз барған кезде. Мелодия ағамыз болды, Ерболат ағамыз. Ербұлан деген бауырларым, солармен танысып, жақсы орта тапқан оқығам. Сол Бота ортасын Ботаға үзбей баратын болдық әр четверг сайын. Әр бейсенбі сайын. Көптеген іс-шараларына қатысты. Әр кез келген іс-шара болса, жүгіріп баруға дайын тұратын едік сол жаққа. Көптеген достарымызды таптық. Енді өзің Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде оқыдың. Студенттік шақтың естелігімен айтып берсең. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 2012-де жаңа металлургия мамандығына түстік. Содан кейін енді студенттік шақ басталды. Қызықтар өте көп болды. Көбінде жаңағы общежитие жағынан болды бізде. Бірақ общежитие болғаннан кейін сыймай қалды. Сосын көшеде де қондық, игротекаға қондық, солай жүрдік. Бірақ орталар болса жаңағы басында бірінші курста. Сондай қызықтар болды бірінші курста. Енді таныс жоқ, ешкім жоқ, туысқан жоқ. Бізде грант болса болды деп кете бергенбіз сол жаққа қарай. Қызық көріп. Солай қызықтар болып, кейін жаңа ортадан Еламан енді бірге тұрды, орта тапқан екенсі. Қатып қалып жатсың. Естіліп тұр ма?
осылайша Кеш Қарағандыға келдім. Мгм. иә, кеш естіліп жатыр ғой дейсің, Иә, енді қалай, жақсы ма? енді жақсы болды. Аха. Солай Қарағандыға барып, сол студенттік өмірді солай көрдік енді, 4 жыл. Мгм. Аха. Енді мен өзім білем. Шабыт жастар театрында ойнадым. Шығармашылыққа қалай келдің өзі? Жалпы бұрыннан жақынсың ба? Шығармашылыққа қалай келдің? Өзің өлең шығаратын қырыңды қашан байқадың? Иә, негізі 10-шы класс, 11-ші класста аздап өлең жаза бастадым. 11-ші класста әсіресе жаңағы біреуге ғашық болған сияқты болып, соған өлеңдер арнап солай басталды. Негізі 10-ші класста өзім осы Шымкентте бір қойылымдар қойып жүрген кезде, как раз осы Алматыдан Жүргенттен жаңағы кісілер келіп, бір случайно келіп қалып, бізді көріп қалды да. Осылай бізге келсеңдер көмектесеміз, түсіреміз деп бізді шақырып алып, 2 баланы сол жерде көмектесеміз деп айтып, одан кейін жаңағы актерлікқа қызыға бастадық, сол уақыттан бастап, 10-ші класстан бастап. Сосын әдебиетке дайындалдым өзім басында. Мгм. Сосын бір жағдайлар шығып кетті. Алматыда секторлар көбейіп кетті деген сияқты әңгімелер болып кетті. Сосын Иә. туысқандарым барлығы қарсы болып, ондай өнерге түспей ақ қой, басқа мамандықтанды деп. 11-ші класста химиядан да дайындалдым, физика, биология барлық сабақтан жеке мұғалім жалдап ағам оқытты, қалаға арнайы курсқа. Сөйтіп жүріп НТ-ға кіріп, физиканы таңдап кеттік басында. НТ-ның ішінде отырып таңдадым сол жерден. Иә. Сол физикамен сол жаңа мамандыққа түсіп, Қарағандыға түсіп жүрген кезде енді өнерге өзің тартып тұра ғой, енді бұрыннан қызыққаннан кейін. Иә. Орта іздей бастадым. Бірінші сөз патшасын таптым. Одан кейін Шабыт жастар театрының несін көріп қалдым, университеттен жарнамасын, осылай кастинг болып жатыр актерларға деп, одан бері қуандым. Оған бардым, одан өттім. Сосын ойландым, жаңағы техническийде оқығанның бәрібір бос уақытында осылай бөле берсең, кез келген алып жүруге болады екен деп оқып жүріп те, сосын қатыса бастадым барлық орталарға. Шабыт театрында ойнап жүріп, әрқайсысы әр күнге келетін болды да. Мысалға театр дүйсенбі, сәрсенбі болса, сейсенбі, бейсенбі күндері жаңағы сөз патшасы болды. Ал қалған күндері жаңағы неде ойнадым. Волейбол ойнадым, университеттің атынан волейбол спортқа Иә, қатысты. иә. Солай жүріп, қалалық Мұхтар Әуезов кітапханасы бар ғой, біздің политехқа қарама-қарсы орналасқан. Иә. Сол жерде сөз Күлтегін деген әдеби клуб аштық өзіміз. Күлтегін клубын ашып, сол жерде жаңағы бота, кітап, Гоголь атындағы кітапханадағы жыр жауһар ұйымдармен бірге ұйымдасып біраз шараларды өткердік. Солай өнер жағына осылай келдім Қарағандыға келгенде. Қандай рөлдерді сомдап ойнадыңыз? Алғаш келген кезде бірінші комедиялық рөлдерді Пай-пай жас жұбайлар деген қойылым болды. Пай-пай жас жұбайларда аңқау адамның рөлін ойнадым. Ғазиза деген әйелім болды. Өте аңқау адам. Аузын бірдеңе айтса, байқамай айтып қоя берем. Иә деп келісіп қоя берем, сондай қызықтар болатын болды. Сосын Қозы көрпеш баян сұлу, Қозының рөлін ойнадым. Одан кейін Абайдың баласының рөлін ойнадым. Одан кейін Құрманғазының рөлін ойнадық. Қалған рөлдер енді есте қалған рөлдер осылар. Бір күн қызық болады, жаңағы театрда ойнап жатқан кезде. Енді басында мен шығатын боламын, одан кейін артымнан енді шығу керек болады, 3 секундтан кейін. Шыққан кейін үлкен кісілерге ойнап жатырық. Сол кезде шығып, не айтарын білмеймін, артымда келесі шығатын адам дайын емес уже. Енді аға айтады, жаңағыдай, сәл сен сай тұр деп. Мен былай жүріп бір кісіге қарап, енді көзіне қарап жүріп айтамын да, оның көзіне қарап тұрмын, үлкен әйел екен енді.
сенің шалың көшеде ішіп жүр деген ғой. Ана кісі түсінбей орнынан тұрып кеткен ғой, менің шалым жоқ деп. Сонымен бәрі күліп алған жерде. Ағай молодец деп солай ұстаған уақыттар болған. Театрда сондай қыздар болған. Өте қызықты шақтар, иә, студенттік шақтың. Иә, Осы студенттік кездер өте қызық. бота орталығы не берді деп ойлайсың өзің? Не алдың? Өзің Бота орталығы жақсы достарды біріншіден, жақсы орта, рухани азық беретін орта өзіме. Және сыни пікірлерді жақсы жағынан қабылдауды үйретті. Өйткені алдын өлеңдер жазып жүрген кезде былай ешкім сын айтып, мына жерің дұрыста, былай дұрыста деп айта қоймайтын. Қалай болса солай жаза беретінбіз. Ұйқасы келсе болды, сөз дұрыс болса болды деп. Сол жерде басында өлең қатты сынға алып, енді бірден келген кезде сәл ыңғайсыздау болады, енді басында келгенде бірден қатты сынға алғандарды. Бірақ соның барлығын үйретті, жақсы өлеңдерді жақсы жағынан құрауды. Сол ортаға сол үшін үлкен алғысымды айтамын. Нұрғазы, енді өзің өлең шығарасын, бір өлеңді оқып берсең, өзің жүрегіне жақын. Бір ағамыз тойға шығып, тойға барып кәсіптің жағасына құспағалы біраз болды дегендей, өлең жазбағалы біраз болыпты енді. Сол жақта жүрген кезде бір уақыт деген өлең жазған едім. Кітапта бар, өр рухты жастар деген. Сол өлеңді оқып берейін. Енді қазіргі уақытта аса қатты бір өлеңдер жазып жүрген жоқпыз енді. Уақыт деген өлеңді оқып берейін. Уақыт деген өтіп кетер қас-қағым, сол уақытпен қартаяды жас шағың. Есеп беріп сұрадың ба өзіңнен, уақытыңды қандай іспен бастадың? Уақыт деген қысқа сабы қамшының, уақыт деген ұшқан оғы аңшының. Уақыт деген бақытпенен қуаныш, уақыт деген көзден аққан тамшы мұң. Уақыт деген сарқыраған ағындай, уақыт деген жоқ болып кеткен сағымдай. Уақыт деген тоқтаусыз бір дүние, уақыт деген өт саған бағынбай. Уақыт деген таусылмайтын бұлақтай, уақыт деген қоймайды ол жылатпай. Уақыт деген кей кездері күлдіріп, уақыт деген өтпес бірақ құлатпай. Келер уақыт қызығымен көп дейді, өткен уақыт бірақ естен кетпейді. Бағаласаң дәл қазіргі уақытты, бүгінгіңе ешбір қызық жетпейді деп жазып қыз баяғыда. Күшті, өте күшті. Уақыт демекші, бос уақытыңды қалай өткізесің? Пианинода ойнайсың, волейбол ойнау білесің. Біз білмейтін қандай қырларың бар? Қарағандыда жүрген кезде қасымда жақын адамдарым, жанымдағы адамдар өнерге жақын болды. Бірге тұрған кісілер музыкант болды. Солардың арқасында пианино, саксофонды тартуды үйрендік. Енді қазіргі уақытта Алматы қаласында, енді Алматы табиғат керемет жер ғой енді. Босымда көбінде тауға шығам. Сосын волейбол тастаған жоқпын. Осы жақта үйірмелерге жазылып, әр күн уақыт белгіленген уақыттарда волейбол ойнап тұрамыз. Қазір өзім осы жақта сауда саттықпен Нұрғазы, енді өзіміз білеміз, мамандығын инженер, қазіргі уақытта жеке кәсіпкерсің. Сол жайында айта отырсам, осыған қалай келдің? Мен жалпы оқу бітіргеннен кейін Астана қаласында өзімнің ағалармен бірге той саласы бойынша жұмыс жасадым. Одан кейін үйдегілердің жаңағы енді сонша жыл оқыдың ғой деген әңгіме бар ғой, енді дипломың бар. Сонымен Шымкентке келіп жұмыс қарастырып көрдім, енді біраз жер қалды деді, бірақ сонша жыл оқығаннан кейін де өзің сәл жақсы орынға отырғың келеді. Бірақ енді барлығы жаңа нөлден бастайсың дегендей олды қара жұмысшының жұмысын жасап. Солай Шымкентте біраз жүріп қалдым. Сосын военныйға кіретін болдым.
военныйға біраз документтарлар болған, күту ұзақ болып кетті. Сосын ол военный болмағаннан кейін неде енді сонша жүргеннен кейін, оқығаннан кейін ұят болады деп жұмыс істейін деп бір складқа кіріп грузчик болып та жүрдім сол жерде біраз уақыт. Сонымен бір туыс ағам Алматыға шығатын болып, сонымен бірге шығып кеттім Алматыға, документтерін бәрін жинап, бүкіл заводқа барам. Енді мамандығым инженер болғаннан кейін енді документ дипломмен жұмыс қарайын деп Алматыда заводтарды интернеттен іздеп тауып, адрестерін сол жаққа барып, барлығына кіремін, барлығы жұмысқа қабылдаймыз дейді, бірақ прописка керек дейді осы жаққа. Менде прописка басқа жақта болғаннан кейін оны қою ұзақ болып кетті жаңағы. Оған солай жүріп 4-5 күн жүрдім. Сосын жарайды енді қайтам ғой деп соңғы бір заводқа бара салайын, уже прописка ештеңе керек еді. Соны қуанып документтерімді өткізіп, уже дүйсенбіден бастап шыға берсең болады деді. Сонымен сол заводта жүрдім, енді басты айлығы аздау болды басында. Содан кейін бірден бола қоймайды ғой барлығы. Солай жүрдік. Сосын жүрген кезімде мен бұрын Шымкентте валю ойнадым дедім ғой. Сол жақтағы достарым Алматыдан бір көрген тауарлар болады екен өздерінің. Киім, валюға киетін, наколенник, форма деген сияқты. Соларды бағасымен жіберді, осы жерде бар екен, алып салып жүрсең болады ма деп. Сосын ол жерге барып, бір 10 шақты, 15 шақты штук заказ берді. Ол жерге бардым, жаңа бағасы сол бағада тұр екен. Оларға айттым сосын. 15 штук алсам қаншадан бересіздер дедім. 15 штук алсам қаншадан бересіздер. Олар айтты, осылай бағасын түсіріп айтты. Одан ойландым, енді басқа жақтан іздесем де жақсы бағаға шығатын шығар деп. Басқа жақтан одан арзан тауып, одан кейін өзім спорт тауарлар сататын дүкен ашып, солай басылып кетті. Кейін ол жауып қалды. Солай, одан кейін қазір именно кәсіпкерліктің бір шетін бастадық осылай. Күшті, керемет. Нұрғазы, енді соңғы оқыған кітабың қандай? Оқырмандарымызға қандай кітап оқуды ұсынасың өзіне ұнаған? Соңғы уақыттарға, жұмыстарға байланысты, осы кәсіпкерлікке байланысты әдеби кітаптарды көп оқып жүрген жоқпын, шыны керек. Қазір соңғы оқыған кітабым «Продавай» деп аталады, жаңағы сату бойынша, сату жолдарын үйретеді. Исқақ Пинтасевич деген кісінің кітабы «Продавай» деп айтылады. Сонда егер сатумен айналысқыларыңыз келсе, сол кітапты оқуға кеңес беремін. Тапсырмалар беріледі, дайындайды. Оқырмандарға ұсынатын кітаптарым сол өзіміздің қазақ енді әдеби орта болғаннан кейін әдеби кітаптарды оқуға кеңес беремін. Біз енді қазір инженерлікке неге кеткеннен кейін, кәсіпкерлікке кеткеннен кейін основной оқитын кітаптарымыз сол сату, Инстаграм қалай жүргізу деген сияқты кітаптар болып жатыр. Қазіргі заман сұранысы, заман талабына сай. Соған қарай. Нұрғазы, жасөспірім, 15-16 жасар Нұрғазыға не айтар едің? Қазіргі осы көріп отырған біздің оқырмандарымыз, қаншама жастар отыр, не айтар едің жасөспірімдерге? Жасөспірімдерге айтарым көп. Дами беру керек. Қазірден бастап өзінің болашағында қандай салада жұмыс жасағысы келетінін қазір осы жастан бастап анықтай беру керек. И сол уақытта жұмыс жасау керек, сол уақытта өздерін дамыту керек. Нұрғазыға не керек. Нұрғазыға көп қаңғырма дер едім деген. Ол 15 жасар Нұрғазыға да сол тоқтамай жұмыс жасауды, сол уақыттан бастап жаңағы бір бағыт ұстануды айтар едім. Қазір көп салаға фокус жоғалтып қалдық, енді бір салаға ауытқып қоя алмай жатырмыз қазір. Егер де бір тұлғамен кездесу мүмкіндігі берілсе, ол кім болар еді? Кіммен кездесер едің? Не айтар едің? Енді әдебиет жағынан ба, басқа кез келген жағынан ба?
кез келген жаңағы өзіне ұнайтын тұлға Ол кіммен кездескің келер еді? өмірде бар жоқ. Ол жағы маңызды емес па? Жоқ, кез Ау? келген. Кез келген. Өмірден өткен кісі де болуы мүмкін. Қандай мүмкіндік Ол берілсе жағынан кіммен енді біз естіліп тұр ма? естіліп тұр, естіліп тұр. Енді кез келген адамға олай сұрайтын болса, енді Абай атамыз айтатын шығар бірінші болып. Мен де сол кісіні айтар едім. Одан алатын нәрсе көп. Қара сөзден болсын, өлеңнен болсын, кез келген жағынан сол кісінің қасында жүрсем болды деп өзім тілейтін едім. Біраз нәрсені сұрап алар едім дейсің ғой. Сұрамай-ақ түсінікті болатын сияқты ғой ол кісімен. Өмірлік ұстаным қандай? Жалпы өзің адам бойындағы қандай қасиетті бағалайсың? Өмірлік ұстаным бұрын бір есте қалып кеткен сөз бар енді, тұру үшін құлау керек деген. Төменнен жаңа айтып отырмын, барлығын төменнен көру керек деп. Сол тұру үшін құлау керек деген ұстанымды көп өзім есіне сақтап аламын. Жеңістің дәмін татамын, жеңісті сезіне алмайды дейді ғой. Иә. Сол сияқты сол ұстанымды ұстанамын. Адамның бойындағы қасиеттерге келетін болсақ, ең бастысы адамгершілік, сыйлай білу адамды, әзілді көтере алатын. Өзім мысалға көп әзілдесем адамдармен былай кейде қатты кетіп қаламын. Орынды сөйлеу ғой, адам бойындағы қасиет. Жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме дейді ғой. Иә, күшті. Өзімнің өлеңдерімді байқап оқып отырамын. Көбінесе махаббат тақырыбында, Нұрғазының болашақ жарына қояр талабы. Қандай жаңалық бар? Бұрын ойлайтынмын өзім, болашақ жарым. Күшті өлеңдерім бар, оқып отырамын. Болашақ жарым бір бизнеске қатты қатысы болса екен деген сияқты деп ойлайтын басында. Кейінірек келе мысалға. Карантинде ойландым. Карантинде үйде жүріп, біраз ойға келіп қалдым. Енді ауыл ғой, ауылды жерде тұрамыз. Үйдің жұмыстары, жаңа әке-шешем екеуі ғана қазір үйде. Универсал болса екен деймін, бар жақта да үлгере алатын. Енді Шымкент жақта болғаннан кейін пысық болғанын қалаймыз ғой, әрбір істе. Сол пысық болса екен деймін, және сыйлай білетін болса, ортаға сыйлы және сыйлай білетін болса, сондай талаптар қояр едім. Қыздардың құлағына алтын сырға. Күшті, керемет. Осымен енді әңгімемізді аяқтаймыз. Біздің жастарға, орталықтарға айтар тілегім болса, аға буын ретінде. Өзіміздің жастарға, орталықтарға айтатыным, тек қана алға баса берсін, ештеңеден қорықпасын. Барлығына тек жақсылық тілеймін. Бір бұйыртса, баршамыз бір жиналуымыз керек. Жиналып, әңгіме алсақ деймін өзім. Осы карантин аман-есен бітіп, барлығымыз кездесеміз деген сенімдемін. Құрметті көрермендер, біздің тікелей эфиріміз өз мәресіне жетті. Нұрғазы, саған көп рахмет. Алғысымызды айтамыз, уақытыңды бөлісіп бізбен әңгімемен. Рахмет. Саған рахмет, осылай тікелей эфирге шақырып тұрғандарыңа. Жақсы.